Егер бордақыға қоятын болсаңдар, осындай 3-4 жаста болатын болса, от міне. Көпшілік бордақы жөнінде сұрап жатыр. Бірінші жемді қалай берместен бұрын қандай малды таңдау керек бордаққа. Ол самый главный. Сен керемет рецептін жақсылап бер, уақытында бер. Жақсы мал таңдай алмадың ба? Босқа. Мынандай домалақ болу керек таңдаған бордақ қоятын малдарыңыз. Егер подсос болатын болса, ол жақсы қойсаңдар подсосты. Бұзау ем келді, күзде қойыңдар. Бірақ мен қойған жоқпын, шынымды айтайын. Бірақ қойып жатқандардың бәрі жолып береді деп гарантия беріп жатыр. Мен қандай қоям? Мен 1 жастан асқаннан кейін қоям. Бұлар күзде 1 жастан асады, сол мезгілде қоям бордаққа. Таңдаған мезгілде домалағын алыңыздар, домалақ. Худый, мынандай жіңішке мал бұқа алмаңыздар. Домалақ болу керек. Сосын өрісте жүрген мал жақсы. Жақсы бағамен алсаңыздар, осы 1,5 жастан кейін қойсаңдар жақсы. Ал 3-4 жаста қойсаңдар, ол тіпті керемет. Өйткені олар гарантия бар. Олар сүйекке бермейді, олар етке береді. Ет толысады ол мезгілде. Бұлар да жақсы, 1,5 жастағылар. Ал 1 жастан төмендегілер апасына. Егер сүтке тоймаған болса, олар етке емес, сүйекке береді, өсу процесіне беріп жібереді. Сол мезгілде сендерге салмақ қоспайды, ет болмайды деген сөз ғой. Сүт породасына алғыларыңыз келетін болса, тек қана сүтті породный болса, мынандай жіңішке болады. Сүтпен айналысқыларың келетін болса. Ал етпен айналысқыларың келетін болса, бұндай породыға жоламаңдар. Бұның бұзаулары да худой болады, жіңішке болады, сендерге ет бермейді олар. Тек сүтке ғана болады. Егер сүтті бір сауға мезгілде 20-15 литр беріп атса, осындай порода алуға болады. Ал егер одан төмен 5 литр беретіндер болады, сол үшін ұстайтындар болады, осындай арзан деп. Арзанға жоламаңдар, бұл сендерге вообще пайда бермейді. Сендерге просто мен сиыр ұстап атырым деген анау. Осындай арзан малды алып алады да, 2-3 литр береді, соған мәз болғанда қалай, мен сиыр ұстап атырым, панты былай айтқанда бар ғой. Ондай керек емес. Бұл өмірде ондаймен өмір сүрмей ақ қойыңдар. Оның орны 20 тауық беретін болсаңдар, мынандай бір 3 литр, 4 литр беретін сиырдың орнына бір 10 немесе 100-ге дейін бір тауық ұстайтын болсаңдар, ол өте керемет сендерге пайда береді. Одан да еселеп пайда береді.